الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Аса қамқор, ерекше мейірімді Аллахтың атымен бастаймын. Аллахқа мақтау пайғамбарымыз Мұхаммедке, оның отбасына және сахабаларына Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын. Аллахтың игілігі мен және оның жомарттығының бір белгісі сол: Аллах бұл дінді әрбір нәрседен сақтап қойды. Және ол адамдарды тура жолға бастау үшін сан қилы себептерді жіберіп отырады. Өзі батыс мемлекетінде тұратын әрі мұсылман, бірақ күдікке бой алдырып христиандыққа өтіп кеткен адам жайлы мына бір оқиғаны маған бір бауырымыз айтып берген еді. Сонда Аллах оған жақсылық істеуді қалап, әлгі жігіт оны исламға оралуға шақырған мынадай түс көреді. Ол түсінде қолына бір парақ қағаз ұстаған бір ер адамды көреді. Ол адам оған: сен исламның жолын тастап христиан болдың дейді. Ол қағазды қолына былайша ұстап тұрды да және мына тәрізді етіп бүктей бастады: бұл діннің бірінші тірегі, бір Аллахтан басқа сыйынуға лайық тәңір жоқ, және Мұхаммед оның елшісі. Екінші, намаз оқу. Үшінші, зекет беру. Төртінші, Рамазан айындағы ораза. Және қажылық қылу. Исламның жолы бұл бір құдайлық діні, Аллахтың бірлігі. Бұл бір деген сан. Одан кейінгі христиан діні, бұл үштік дін. Қағаз болса христиан дінін білдіретін үш бөліктен тұрады. Сонда әлгі жігіттің түсінде ол қағазды бүктелген жерінен бойлап жырта бастайды. Сол қағазды жыртып жатып, әлгі ер адам түс көріп жатқан жігітке: мына сенің барар жерің дейді. Сонан кейін ол қағаз бөлшектерін мына мен көрсеткендей етіп құрастыра бастайды. Бұл сенің барар жерің. Бұл хел. Хел бұл тозақ. Аяусыз от. Не үшін? Мынаған табынғаның үшін. Жігіт ұйқысынан оянды және исламға қайта оралды. Аллах оны адасудан осылайша құтқарды. Сөз соңында пайғамбарымыз Мұхаммедке, оның отбасына және сахабаларына Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын.